Қайырлы достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін жаңа күн бізде. Қазір мен деген таңғы ас жасайын деп жатырмын. Жолдасымен балам ұйықтап жатыр. Өзіме таңғы ас жасап, және де бір пирог пісіргім келіп тұр. Мына жақта менде жаңғақпен негізі түрік пирогын пісірсем ба дегенмін. Сол жаңғақты сіздермен бірге жуып, барлығын бірге жасап пісіретін боламыз. Қазір мен жаңғақтарды жуып алдым. Осылай 2-3 рет жудым. Кептіріп аламын деп тұрмын. Барлық микробтар бар болсын. Өзі кішкентай ғана жаңғақ алғам алдым. Осының бәрін қазір пісіріп аламын да, жақсылап. Сосын пирогқа қосатын боламыз. Аз ғана уақытқа қоямыз. Бәрін жанайын деп қапты. Қатты кетіп барады екен. Вовремя өшірдім қазір. Холодильниктен бір нәрсе алып отыр едім. Қарай салайын десем. Шығара салайын енді, суып тұрсын. Бисмилля. Бисмилля. Қазір мен холодильниктен май шығарып қойдым. Бұны бізге ауылдан бір кісі сатып жатыр. Соны алдық. Жақында мамам берді. Осын қазір ертіп шайға турап қойын деп жатырмын. Жолдасым қазір тұрған кезде. Қазір енді достар, мынаның бәрі тез нетсін, суысын. Мына жаққа уже жұмыртқаның бәрін шығарып қойдым. Қазір күшті миниатюрный торт жасайтын боламыз. Торт емес, пирог. Турецкий пирог. Үш жұмыртқа алдым. 3 жұмыртқамен жасаймыз. Мен енді мына размерім қазір. Пирогтың размері мына жерде силикон кішкентай болып тұр. 3 жұмыртқа бола беретін шығар деп тұрмын. Енді сыртынан шығып кетпейтін шығар деп. Бірінші рет жасайын деп тұрмын. Просто силиконовый формаға. Қазір көреміз енді. Қараңыздар достар, мен қазір разрыхлительді аштым. Оказывается, мынаның суы көп өтіп кеткен уже. Кәдімгідей уақыт қапты, бірақ та интернеттен оқып жарай ма жарамай ма деп кәдімгідей эксперимент жасап көрдім. Мынандай көпігі шықса, значит ол жарайды дейді. Енді осыны эксперимент жасап қазір қосқым келіп тұр. Қалай ойлайсыздар достар? Шығады ма, менде шықпайды ма? Енді Алла тәуекел етіп жасап көреміз енді, бисмилля деп. Қазір осы 3 жұмыртқаны араластырып. Мына ғой менің новый силиконым. Осыны Пиндодадан заказ бергенмін. Осыны кішкентай өзі формочка. Осыған қазір жасағым келіп тұр. Қалай болады екен білмеймін енді. Бірінші рет жасайын деп тұрмын. Қолданбаған ғой, уже сатып алғаным уже біраз уақыт болды. Сол болған жасап көрейінші деп тұрмын. Еще мына жақта жаңғағымды дайындап қойдым. Қатты мелкий болып кетті, кішкентай болып ше. Кішкене дәу аламын деп едім. Езіп кетті. Мен енді жасап көрейін. Осылай бәрін жасап шықтым. Қазір разрыхлительдің бәрін қостым. Қосатындарын жаңғақты бәрін. Еще мынаны майлап қойдым. На всякий майлай салып, тағы да жабысып, не болып қалмасын деп. Енді көреміз қалай көтерілетінін. Әйтеуір жақсы көтерілсе екен деп тұрмын. Кішкене қою болды. Рецептке қарап жасадым енді мен. Бисмилля. Жақсылап көтерілсе екен енді. Ал достар, енді маған дұға етіп қойыңыздар, жақсы шықса екен деп. Астынан қойып алайын. Қойып қойдым 160 градусқа 45 минут дейді. 45 минут қазір енді 40 минутқа қойып қойдым. Қазір көреміз енді. Ал енді көтерілсе екен деп тұрмын. Қазір бізде жаңбыр жауып жатыр. Ақыраз осындай ауа райында ыстық шаймен пирог жеп отырған күшті қандай. Аллахым саидан нафиян деген дуаны айтамыз. Бұл дұғада Аллахым бұл жаңбырды бізге қаял ете көр деген мағынада. Солай. Қараңыздар, қандай болып шықты. Менде кішкене иісі шығып кетті да. Мен мына жақта жұмысым істеп отырсам, уже күйейін деп жатыр ма. В общем, мына жақ қатты көтеріліп кетті. Мына жақта, кажется, разрыхлитель көп болып кетті ма, білмеймін, дұрыс араласпай қалды ма, қараңыздаршы. Енді қазір мынандай кесіп тастап, төңкеріп ашып көреміз. Арты қалай болды екен, арты да қап-қара болып кетпесе енді. Бірақ енді білмеймін, шаймен енді ішіп қойған жегенге болатын сияқты. Ең өнімлі
en önemli degan en mаңыздысы дәмі ғой негізі. Дәмі, шекері, бәрі, қанты бәрі жақсы болса болады жеуге. Біз көреміз енді. Қазір мен үтіктейін деп жатырмын. Мына жақта су рубашкамды шығардым. Стиралкадан сразу су күйінде үтіктемесек, а то уже мына жағы құрғап бара жатыр. Өте қиын да үтіктелуі. Маған осындай үтіктеу вообще ұнамайды. Амал жоқ енді. Матасы сондай болғаннан кейін қазір үтіктейін деп жатырмын. Еще ана жақта тағы киімдер тұр. Оны да үтіктеу керек. Үтіктегенім енді. Мен вообще үтіктемеймін ғой негізі ше. Ұнамайды маған үтіктеген ше. Сол үшін анда үтіктелмейтін маталарды аламын ғой всегда. Осы арасында бір-екі киім бар енді. Соларды. Енді қазір жаз келе жатыр уже. Күн жылынып қалды дегенде. Осы киемін ғой бұйырса соны үтіктеп қояйын деп. Oğlum tenini vuracağım. Otur. Otur. Otur oğlum bak az önce ağzına vurdu bak böyle kalktı böyle. Dikkat et hadi.